Келер жылы, яғни 2024 жылы еңбекке қабілеттіліктен айырылу және асыраушысынан айырылғандарға төленетін жәрдемақы 7%-ға өседі. Еңбекке қабілеттіліктен айырылу және асыраушысынан айырылу бойынша төленетін әлеуметтік жәрдемақылардың мөлшері артуы мүмкін. Яғни осы екі топқа жататындардың жәрдемақысы артпақ. Қанша пайызға артатынын білгіңіз келсе, видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. 2024 жылғы 1 қаңтарға дейін мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан тағайындалған еңбекке қабілеттіліктен айырылу және асыраушысынан айырылу жағдайлары бойынша төленетін әлеуметтік төлемдердің мөлшерін 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап алатын әлеуметтік төлемдердің мөлшерінен 7%-ға арттыру жүргізілсін. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күннен бастап, бірақ ерте дегенде 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі делінген ашық нормативтік құқықтық актілер порталында жарияланған үкімет қаулысының жобасында. Еске салайық, биыл қазақстандықтарға мүгедектігі және асыраушысынан айырылуына байланысты 228 миллиард теңге төленді. Келер жылдың басынан бастап жәрдемақы және шәкірттердің шәкіртақысы да өсетін болады. Шәкіртақы биыл 50%-ға көтерілсе, келер жылы 100%-ға дейін көтерілетін болады.